мектеп жобасы аясында кітапфест челленджін жарылыстан бірлестігімен қабылдап алып, бүгін математика және физика бірлестігі әзілхан нұршаевтың махаббат ысқыны кітабын талдайтын болады шығармасын. Ербол мен Меңтай негізгі кейіпкерлер. Ерболдың Меңтайға ғашықтығы осы студент кездерінен басталған. Ең алғаш жаңағы 33-ші аудиторияға қалай келгені, соғыстан кейін үйіне бармай жаңағы бірден оқуға қалып қалады ғой Меңтай. Яғни 33-ші аудиторияны қалай іздеп, қалай тапқаны сол туралы енді ақын өзінің жазу шеберлігін пайдалана отырып 33-ші аудиторияға қалай келді, кіріп келген кездегі жаңағы өңкей барлығы қыздар, яғни сол кездегі өзінің сезімдерін бастан кешкен, соның барлығын баяндап жазған. Яғни ең басында ол жаңағы студент шағында 33-ші аудиторияға кіріп келген кезде тек қана қыздар болады. Оның ішінде жаңағы Жалғыз Меңтай, Ербол қыздармен әрбір қыздардың танысқандығы, Меңтайды көргендігі, сол туралы өзінің жаңағы сезімдерін баяндап жазған. Одан кейін жаңағы соғыс кезі туралы бұл оқиға соғыс кезеңінде болған ғой, ұлы отан соғыс жылдарында. Яғни ол Ерболдың өзінің сүйген қызы болған Салима деген. Ол Салима жаңағы соғыс жылдарындағы қиыншылық, жоқшылық болғандықтан жаңағы Салимаға басқа сол жерде Бүркітбай деген кісі сол ауылдағы солдат түспек болып Ерболдың сүйген қызын алмақ болады. Сол кездегі Салиманың шешесі қызын үгіттейді. Яғни Салимаға, сен Ерболды қашан күтесің? Ербол тірі орала ма, ол сау орала ма, оралмай ма белгісіз, сен Бүркітбайға үйлен деген жаңағы сөздерін айтады. Одан кейін жас Салима Ерболға хат жолдап, сол соғыс кезеңіндегі елдің халықтың жағдайы, жаңағы басқа да маңайындағы жеңгелерінің немесе достарының күйеулері оралмай жатқандықтан басқа ер адамдарға тұрмысқа шығып жатқандығы сол туралы баяндап хат жазады. Және осы кезде Ербол, яғни Салиманы қимай ең соңында Салимаға өзінің рұқсатын беріп, Бүркітбайға үйленуге өзінің келісімін береді. Өзінің келісімін беріп, одан кейін жаңағы Салимамен қоштасып, соғыс аяқталғаннан кейін елге оралып, ол осы Қазақ ұлттық университетіне журналистика факультетіне келіп, өзінің студенттік өмірі басталады. Яғни Меңтаймен таныстығы басталады. Сол кездегі студенттік өмірі, студент шақтары сол туралы қысқаша баяндап өтеді. Жалпы бұл кітап махаббат қызық мылжыңдар кітабы Абай атамыздың өлең жолдарымен басталған. Жалпы сол өлең жолдарындағы бұл жерде тағы да Ерболдың ең алғаш өзінің профессор әуезовке келген кездегі сонымен танысқандағы өзінің әуезовтің ақын деген романын оқыған. Жаңағы ақын деген романда Абай мен тоғжан туралы жазған ғой. Яғни көп солдаттар мен жаңағы жауынгерлердің әрқайсысының өзінің бір тоғжаны болды дейді. Сол тоғжанға жетуге ұмтылу үшін жеңіске жетуге сол тоғжанды болады. Бірақ әкесі бауырлары ашаршылық кезінде қуғын сүргін сияқты болып кетеді, қайтыс болып кетеді әкелері, бауырлары. Бірақ оның бәрін жасап отқан Бүркіт деген жаңағы колхоздың басшысы болады. Сөйтеді, бірақ ол колхоздың басшысының екі көзі Салимада болады да. Сөйтсе мен ақыры соны Ерболдан алып жаңағы Елена апай айтты ғой. Ербол өзінің рұқсатын береді дейді. Сол жерін білемін. Одан кейін ол оқуға түседі Казгуге, иә. Казгуге түскен кезде аудиторияларын айтады, 30-ші аудитория деп, иә. Сөйтіп сонымен оқуға түскен кезде сол Меңтайға көзі түседі. И ол оқуға түскенде де олардың студент шағында бір өте керемет достары болады. Оны енді жаңағы өту үшін өздеріне мақсат қойып, соғыс кезінде ақын деген романды оқып, жаңағы солдаттар болып жиналып, соны кешкі мезгілде ақын деген романды талдап, соғыс кезіндегі ақын романын оқыған туралы жаңағы Ерболдың ең алғашқы журналистикаға қызығушылығын оятқан жаңағы әуезов өзінің Ерболға журналист болуға ең шыңды және мен үшін ең әсерлі жағы айқындалды. Ол ер мен әйел арасындағы нағыз риясыз және мөлдір махаббат сезімі. Мен әзілхан нұршаевтың махаббат туралы айтқан Қарасақ ел команды сүйіспеншілік өнері кітабымен салыстырсам, олардың саралығы ұқсас келеді. Яғни махаббат ол жай сұлулыққа ұласқан алдамшы, өткінші, қызығушылық емес, ол ғашықтық сезімнің тудырған тоғыстық, ауызбіршілік, өзара сенім, сабырлық, кешірімділік, сыпайылық, қалтқысыз қамқорлық және жауапкершілік борышы. Ал кіршіксіз ғашықтыққа қалай жетуге болады? Ол махаббат қызық мол жылдар романда осыған да жауап бар. Ол шынайы ғашықтықты бір көргеннен ғашық болудан ажыратып, ара жібін анықтайды. Мәселен, жігіттердің кейбір қызды бір көргеннен ұнатып, оған құмар болуды махаббатпен пара-пар санайды. Алайда ол ешбір қисынға келмейді. Себебі бір көргеннен қыздың басындағы қасиеттерді бірден анықтауға болмайды. Ол мүмкін емес. Қыз бойындағы сұлулық, ол ғашық болудың тек бір ғана шарты. Бірақ сонымен қатар тағы ақыл, парасат, адамгершілік және тәрбие деген қасиеттер бар. Осы үшеуіне ие болған әйелді ару деп атайды. Автор айтқандай, өмірде сұлу көп, ару аз, ал ұнатып қалған қыздың ару екенін көз жеткізу үшін ең алдымен жастар өз нәпсісін тиіп, тез қаушуға құмартпауы қажет. Ұзақ сөйлесіп, сыйласып, сырласып, әбден білгеннен кейін шын сүйетініне бірігіп, жарасты өмір кешетіндеріне математика және физика бірлестігі өз арамызда талқыладық. Енді осы кітапфест челленджін тарих бірлестігіне жолдаймыз. Рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға сау болыңыздар.